Соңғы жылдары елімізде балаларда ересектерде қолданатын көлік құралдар саны артып келеді. Солардың бірі электросамокат. Аталған көлік құралының басқарушылары да жол қозғалысының қатысушылары болып есептеледі. Көлікті басқару кезінде өзге де жол қатысушыларына кедергі келтіруге тыйым салынады. Электросамокат басқару кезінде бас сауыты міндетті түрде болуы тиіс, және жол иегімен жүріп, жаяу жүргінші өткелінен көлік құралынан түсіп өтуіңіз сұралады. Жолда сақ болыңыз. Құрметті Ақтау қаласының тұрғындары мен қонақтары назарына, электросамокатты басқару кезінде жол жүрісі ережелерін қатаң сақтаймыз.